Туған жері Тараз, Ахатпенен араз. Тараздық тұрғындар 2 айдан бері туған балаларын заңдастыра алмай әлек. Анығын айтсақ, ата-аналар сәбилеріне метрге ала алмай сандалып жүр. Мемлекеттік мекеме туу туралы куәліктің орнына тұрғындардың қолына бір жапырақ қағаз ұстатып қайтаруда. Алайда ата-аналар бұл парақ материалдық көмек алуға жарамсыз деп даурығуда. Қала тұрғыны Арын Бейбарыстың 2-ші ұлы қазан айында дүниеге келген. Бірақ әлі күнге баласының құжатын заңдастыра алмай әлек. Осылай шаһардағы Ахат бөлімін жағалап жүргеніне 2 ай болған. Бұрындары 3 күнде берілетін куәлікті енді айлап тосып жүргеніне ашулы. Не себеп дайын емес десем, августігілер, яғни тамыз айына қала туылғандар енді беріліп жатыр. Сіздікі асықпай январда, яғни қаңтар айында бірақ беріледі дейді. Ол дұрыс емес қой, біз ауылдық округда тұрған жоқпыз. Бұның кесірінен жаңа түспей жатқан балаларда ақшасы бар етін. Сол түспей жатыр. Кейде больницаға барған кезде мына қағаз болмайды. Оригинал әкеліңіздер деп жатады. Арын секілді мұнда көліктің кешігінен түрлі қиындыққа тап болған тұрғындар тола. Бірі материалдық көмек ала алмаса, енді бірі баласын ауруханаға тексерте алмай жүр. Ал туу туралы куәліктің орнына берген бір жапырақ қағаздары ресми құжатты алмастыра алмайды дейді. Өзім қызым 10-шы осы айдың 10-ына туылған. Әлі алған жоқпыз, әшейін қағаз беріп отыр, бланка дайын емес деп отыр. Алдында 3 күн етін. Ол 2-ші балам ғой, 1-ші балам 3 күнде берушеді. Қазір осындай жағдай болып отыр дейді. Звондап білесіз дейді, январдың айында дайын болады деп отыр. Қалалық Ахат бөлімінің басшылығы елтаңбалы куәліктің санаулы данасы қалғандықтан түсініспеушілік туындап жатқанын алға тартты. Сол себепті қазір құжатты 2-нің біріне беріп жатқан жоқпыз деді. Ал кезек күтпей куәлік алатындардың қатарына Ішкі істер министрлігі, әскери және темір жолда істейтін ата-аналар кіреді. Жылдың басынан бір наурыз айынан бастап сондай жағдай болып жатыр. Ол енді цифровизацияға байланысты болып тұр. Туу туралы куәліктер қазір санаулы данада келді. Тамыз, қыркүйек, қазанның айларында туылған балаларға беріп жатырмыз. Ал облыстық әділет департаменті жыл басында болған қиындықты реттеу жұмыстары жүріп жатқан айтып, жазбаша жауап қатты. Жамбыл облысы бойынша жыл басына елтаңбалы туу туралы куәліктер бойынша жетіспеушілік орын алған. 2022 жылы әділет департаментімен барлығы 38 мың дана туу туралы куәліктер алынып, жергілікті атқарушы органдардың Ахат бөлімдеріне, олардың сұраныстарына қарай бөлініп таратылды. Бүгінгі таңда куәліктер бойынша қандай да бір өзекті мәселелер жоқ. Жамбыл облысы әділет департаментінің ресми жауабы. Жамбылдағы қараша мен желтоқсандағы балалы болғандардың қолына метрге келер жылы бірақ тимек. Өйткені тамызда туған сәбилердің өзіне туу туралы куәлік толық беріліп бітпепті. Сондай қаладағы 2 мекемеде құжат тапшылығы қашанға дейін созылатынын айта алмады. Айта кетер ақпар, былтыр Таразда 30 мыңға жоқ бланка беріліпті, ал дәл бүгінге дейін таратылған құжат саны 10 мыңға да жетпейді. Шерхан Абзаллы, Еуразия 1-ші арнасы, Тараздан.